балалар қалаған түсті аламыз, өзімізге ұнаған түсті алып, сол бойынша топқа отырамыз. Ал балалар, бізде бүгін жаратылыстану сабағы. Біз не істедік? Топта түстерді таңдап, түстер бойынша топқа отырдық. Яғни бүгін біздің сабағымыз топтық жұмыс болады. Түсінікті ма? Эксперимент жасаймыз, яғни зерттеу жұмысын жасап, біз топ бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Дайынбыз ба? Олай болса, ең алдымен сабақты бастамас бұрын үй жұмысын тексерейікші. Біз өткен сабақта қандай тақырыппен өткен едік? Нұрдәулет? Біз өткенде электр тоғы байланысты сабақ өткен болатын. Олай болса, біз бүгін үй тапсырмасын еске түсірейік. Балалар, жарық бізге не үшін қажет? Кім айтады? Топпен жұмыс жасаймыз. Рабиға, жарық бізге не үшін керек? Жарық бізге свет болады. Және де ол арқылы біз телефон зарядтаймыз. Балалар, біз ненің суретін көріп тұрмыз? Үйдің түсі қандай болып тұр? Неге қара болып тұр деп ойлайсыңдар? Өйткені ода жарық жоқ. Біз өткен сабақта жарықпен танысқан болатынбыз. Рабиға дұрыс жауап берді. Яғни әр дұрыс жауап берген оқушы осы терезені жарықтандырамыз. Жабыстыра қойын Рабиға. Бір тереземіз не істеді? Жанды, керемет. Енді екінші сұрақ. Жарықтың неше түрі бар? Жарықтың екі түрі болады, жасанды және табиғи. Табиғиға дайын болып келетін ай, күн, жұлдыз, ал электронный ол қолдан жасар жатқан дайын күйінде. Ал жабыстырамыз дұрыс жауапқа. Мынау электр тоғы жүретін жолдар. Біз аккумуляторды бірінші қосып, свет жағамыз и свет жағылады. Суреттен не берілген? Топпен қол көтереміз. Суретте магнит, және де үтік, балта, және де магнит, Магнит деген жабысатын зат. Неге жабысады? Өйткені ол Неге жабысады? Неге жабысады? Шеңберлерге, әртүрлі заттарға, Қандай заттар? мысалы, темірге жабысады. Қандай заттардың магнит қасиетті болады? Магниттердің қасиеті болады. Қандай? Өз ойымыз айтып көрейікші бірінші. Өйткені оған бір темір затты үйкесе, сол затта магнит сияқты темірлерді тартып алады. Жарайсың Рабиға. Дұрыс жауап берген оқушыларға мен бағалап отырамын. Магниттеушілік қасиеті бар, яғни магнит өрісін туғызатын дене екен. Түсінікті ма? Магниттің магниттік полюсі болады. Бұл жерде магнит көбірек әсер етеді. Қараңдар суретке, магниттің солтүстік және оңтүстік полюстері болады. Солтүстік полюсті N әрпімен белгілесек, көк түспен бояймыз. Ал оңтүстік полюсті S әрпімен белгілеп, яғни қандай түспен бояймыз? Қызыл түспен бояймыз. Магнит қандай? Магниттің өзі екі түрі болады. Жолақша магнит және таға тәріздес магнит. Қандай магнит? Таға тәрізді магнит. Біз қандай түс көріп тұрмыз? Екі түсін көріп тұрмыз. Яғни бірінші түсі бұл қандай? Көк түсті, екіншісі қызыл түсті. Көк түсті қандай әріппен белгіленеді? Ол қандай полюсті білдіреді? Солтүстік полюсті, ал қызыл түсі S әріпімен белгіленеді. Яғни қызыл оңтүстік полюсті білдіреді екен. Егерде магниттің екі өрісі бір-бірімен қатар келсе, не істейді? Магниттер бір-бірін тереді. Ал егер оңтүстік пен солтүстік бір-біріне қарама-қарсы келсе, магниттер бір-біріне жабысады екен. Оны қазір біз тәжірибе жасап көреміз. Екі магнитті бірге жақындатамыз. Яғни көк түсі мен қызыл түсін жақындатсақ не істейді? Бір-бірін тартады. Солтүстік қарама-қарсы келсе, бір-бірін тартады. Ал егер керісінше, қандай түс? Қандай қызыл түсіміз? Оңтүстік қызыл түс пен қызыл түс жақындатсақ не болады екен? Міне, оны қазір көрсетеміз. Екі қызыл түсі қатар келсе не істейді? Магнит бір-бірін итереді. Қараңдаршы міне. Барлығымыз жасап көрейікші. Солтүстік пен оңтүстік болса бір-бірін тартады. Егер екеуі де солтүстік немесе оңтүстік болса бір-бірін
бір-бірін не істеп жатыр? Теуіп. Ал енді керісінше көк түсін ұсташы. Яғни бір-бірі Жапсақ. сөйлем. Егер де Қызыл мен қызылды қоссаң бір-бірін не тереді. Көк пен қызылды қоссаң бір-біріне тартады. яғни жер ғаламшардың өзін ең үлкен магнит деп айтуға болады екен. Қолда қастарында тұрған магнитті жақындатып көріңдерші, тілі қимылдайды ма? Жақындатып көріңдерші. Оңтүстікке және солтүстікке көрдіңдер ма? Ал егер ол магнит жақындатпаса, ол өздігінен қимылдай ма? Өздігінен қимылдамайды екен. Туған жер қызылға апарса, ол магнит жапсады, тартып тұрады. Менің қолымда не тұр? Балық қай жерде тұр? Суда. Кім қанша балық аулайды? Санаймыз оңға дейін. 1, 2, 3, 4. Жылдамдық керек ма? Көріне ма, суда магнитпен тарту қандай екен? Осы дөңгелекшелерді қолымызды суға салмай, магнит арқылы біз сыртқа алып шығуымыз керек. Өте керемет. Судың ішінен алдық. Енді екінші экспериментіміз мына жерде топырақ тұр. Магнит арқылы іздейміз. Яғни топырақтан да магнитті біз магнит арқылы темірді тауып алуға болатын дәлелдеу бар. Кішкене уақыт ұстап тұрады. Мына қараңдаршы, магниттің қасиеті міне. Судан магнитті